Сәлем, қымбатты туғандай жақындарым. Бұл сіздерге арналған қаңтар және ақпан айына арналған жұлдыз жорамал. Мен 2 айды біріктіріп беруді жөн көрдім. Қымбатты тоқтылар, қандай жұлдызнамаға қарау керек? Өте маңыздысы бұл күн белгісі, асцендент және ай белгісі. Үшеуінде қарау керек, себебі олар бір-бірін толықтырады. Асцендентіңіз тоқты болса да, немесе айыңыз тоқты болса да, бұл әсер бәрібір сезіледі. Туылған сәтте ай қайда болғанын және сіздің ай белгіңіздің қандай екенін қараңыз. Егер сіз өз асцендентіңізді және ай белгіңізді білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмымды жазып қоямын. Маған жекеге жазсаңыз болады. Туған күніңізді, ай жылыңызды және туылған уақытыңызды дәл жазсаңыз, сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысамын. Сонымен 3 қаңтарда толық ай болды. Ал ол өте маңызды еді. Бұл толық ай позитивті энергиясы жақсы. Сондықтан 3 қатардағы толық ай кезеңде ол 18 қаңтарға, яғни жаңа айға дейін әсер етеді. Әсіресе 3-10 қаңтар аралығында өте күшті. Сіздің өміріңізде не болса да бәрі оның оң бағытында болады. Кейін болашақтан артқа қарап, бұлай болғаны жақсы екен, солай болғаны дұрыс екен деп айтып отыратын боласыз. Неге десеңіз, бұл жерде Юпитер тұр. Ол сіздің жұлдыз жорамал картаңыздың 4-ші үйінде. Ал 4-ші үй бұл тұрғылықты жер, отбасы, жылжымайтын мүлік, анаға қатысты барлық тақырыптар. Бұл көшуге, үй сатып алу немесе сатуға, жөндеу жұмыстарына, жылжымайтын мүлікке қатысты құжаттарды рәсімдеуге немесе көшу туралы шешімге байланысты болуы мүмкін. Мүмкін сіз жалдап тұратын пәтерден шығуыңыз керек деген хабар естіген шығарсыз, немесе отбасы мүшелерінің бір қатысты жаңалық болуы мүмкін. Қандай болғанда да бұл жақсы жаққа. Біріншіден Юпитер 4-ші үйде, ол сәттілік планетасы. Екіншіден Юпитер бұл үйде жүктілік немесе отбасының кеңеюі туралы жаңалық әкелуі мүмкін. Отбасында жаңа адам пайда болуы ықтимал. Бұл тек бала ғана емес, келін, күйеу бала болуы мүмкін. Бұл толығай Сириус жұлдызымен қосылды. Сириус жетістік, табыс, даму мен кеңею жұлдызы. Өте қуатты жұлдыз. Сондықтан сіздің немесе отбасыңыздың бір мүшесінің, әсіресе анаңыздың тұрғын үйге байланысты жақсы жаңалығы болуы мүмкін. Бұл оқиғалар 18 қаңтарға дейін болуы ықтимал. Ал 6 мен 12 қаңтар аралығында күн мен Марс қосылады. Бұл 2 жылда бір рет болатын цикл. Себебі Марстың айналымы 2 жыл. Марс біздің энергиямыз, фокусымыз, қалауымыз. Бұл қосылыс сіздің жұлдыз жорамал картаңыздағы 10-ші үйде болады. Бұл 10-ші үй бойынша 2 жылдық жаңа циклды ашады. 10-ші үй мансап, мамандық, жұмыс, жетістік пен статус саласы. 6 мен 10 қаңтардан бастап сіз алдағы 2 жылға арналған жоспар құрасыз. Бұл ұзақ мерзімді жоба. Жаңа мамандықты үйрену немесе кәсіби жолды бастау болуы мүмкін. Осы кезеңде 10-ші үйде планеталардың стелиумы болады. Күн, Меркурий, Марс және Венера бұл сіздің амбицияларыңыздың өте күшті көрсетеді. Сіз нақты бір статусқа, белгілі бір жетістікке жетуді қалайсыз. 18 қаңтарда осы 10-ші үйде жаңа ай болады. Күн мен ай қосылады. Жаңа ай алдағы 2 аптада тренд береді. Энергия толықтай жетістікке бағытталады. Бұл диплом алу, жаңа мансап, жаңа қызмет, жоғарылау, бизнес ашу немесе бизнес иесі мәртебесінде өту болуы мүмкін. Бұл романтикалық жоспарлармен де байланысты болуы ықтимал. Үйлену,
тұрмыс құру, ата-ана атану, мұның бәрі жаңа статус. Әсіресе 18-ші және 25-ші қаңтар аралығында өте күшті. Жаңа ай әрдайым өсім береді, қаржылық өсім, сыйақы, премия, көпшілік алдында сөйлеу, өзін өзі жаңа статуспен жариялау. 18-ші қаңтардан бастап планеталар біртіндеп 11-ші үйге өтеді. 11-ші үй нәтижелер үйі. Сіз еңбегіңіздің жемісін көре бастайсыз, әрі болашақ мақсаттарыңызды айқындайсыз. Венера қаржы нәтижелері, ақша түсуі мүмкін. 21-ші қаңтарда күн мен Меркурий де осы 11-ші үйде өтеді. Бұл жаңа таныстар, ықпалды адамдардың қолдауы, жаңа команда, ұйым немесе жаңа жұмыс орны. 24-ші қаңтарда Марс та сол үйге кіреді, ал Плутон да сол жерде. Барлық фокус нәтижеге жету мен келесі қадамды жоспарлау. 11-ші үй интернет, әлеуметтік желілер. Бұл көп адам қатысатын жоба, көрме, семинар, вебинар, конференция ұйымдастыру болуы мүмкін. Сондай-ақ ақпарат, сыйлық, жеңіс ықтимал. 29 мен 21-ші қаңтар аралығында ай да осы үйде болады. Барлығы 6 планета. Жалпы энергия өте позитивті, көңіл толмаушылық жоқ. 27-ші қаңтарда Нептун сіздің бірінші үйіңізге 14 жылға кіреді. Бұл қаңтардың ең маңызды оқиғасы. Нептун арман, қиял, шығармашылық, руханият планетасы. Сіз креативті ойлай бастайсыз. Шығармашылық немесе эзотерикалық жолға түсуіңіз мүмкін. Медитация, визуализация, философиялық көзқарас, психология, емшілік, рейки, шөппен емдеу бәрі де мүмкін. Бұл тоқтылар үшін әдеттен тыс болса да, Нептун сізді баяулатып, кеңірек ойлауға үйретеді. Бұл 14 жылдық ұзақ тренд. Нептун үшін махаббат, шартсыз сүйіспеншілік. 1-ші ақпанда 5-ші үйде махаббат пен шығармашылық толық ай болады. Бұл өте жақсы толық ай Арыстан белгісінде. Шығармашылық, табыс, өнердегі жетістік, сахна, байқауда жеңіс, махаббат, романтика, танысу немесе қарым-қатынас туралы шешім. 15-ші ақпанда Сатурн сіздің белгіңізге 2 жылға кіреді, 2028 жылдың сәуіріне дейін. Бұл өмірдің түбегейлі өзгеруі, жұмыс, тұрғылықты жер, неке немесе ажырасу. Бұл шешімдер қайтарымсыз болады. Яғни мысалы біз кейде бір шатырлы жерден өтсек, біз сол жерден өтіп болғаннан кейін жер шатыр мысалы құлап кетсе, біз қайтадан қайта алмаймыз ғой. Мысалы сол сияқты болып тұр ғой жерде де. 20-ші ақпанда Сатурн мен Нептун 36 жылда бір рет болатын дәл қосылыс жасайды. Бұл сіздің өміріңізде жаңа 36 жылдық циклдың басталуы. 17-ші ақпанда 11-ші үйде күн тұтылуы болады. 3-ші наурызға дейін маңызды шешім қабылдамау ұсынылады. Бұл жаңа достар, жаңа орта, жаңа мүмкіндіктер. 26-ші ақпаннан 20-ші наурызға дейін Меркурий кері қозғалыста болады. Өткен істерді аяқтау, жоғалған заттарды табу, баяулау, тазару, арылу кезеңі. Қымбат сатып алулардан, келісім шарттардан, операциялардан аулақ болған жөн. Міне осындай жұлдыз жорамал, қымбатты тоқтыларым. Алда көптеген маңызды оқиғалар бар, бірақ бәрі тек жақсы жаққа. Сіз жаңа өмірге өтетін туннелден өтіп бара жатқандайсыз. Ал арғы бетінде мүлде басқа өмір күтіп тұр. Сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар. Арман қиялдарыңыздың барлығын өмірге
жетістігіне жете беріңіздер.